Республикамыз бойлап тұрақлы түрде өткеріліп отырған таңғы дене шынығуы, қалабалық спорт ләжлары саламат тұрмыс тәрізін үгіт насихат ету, бұқараларды спорт пенен шұғылдануға тарту арқылы олардың денсаулығын еліде бекемлеу мақсатын өзінде жамнеген. Байтақтымызда өткерілген нәубеттегі ләж әзіргі сюжетімізден орын алған. Бұл игілікші идеяларды тұрмысқа енгізу мақсатында Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы, шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нөкіс филиалында саламат тұрмыс үшін 10 мың қадам сүрен астында қалабалық жүру марафоны шөлкемлестірілді. Нөкіс қаласындағы сұлу орындардың бірі Достық каналы бойында өткерілген ләжда профессор, оқытушылар, қызметкерлер һәм студент жастар белсене қатынасып, саламат тұрмыс тәрізін кеңінен үгіт насихатлау жолында бір мақсат атрапында жамлесті. Бүгінгі шөлкемлестіріп отырған саламат тұрмыс үшін 10 мың қадам атамасындағы бұл марафонымыз жүда жоғары кепиятта өтті. Яғни студент жастарымыз, директордың басламасы арқылы жүда үлкен кепиятта өткерілді. Айрықша атап өткенде президентіміздің апрель айында өткерілген видеоселекторында да атап айтқандай жоғары оқу орындарындағы студенттерді тұрмысқа таярлау, спортқа қамту мәселесі көріп шығылды. Сол қатары біздердің филиал жамағаты да бүгін көтеріңкі рухта сол марафонды жүда жоғары кепиятта өткерді. Шөлкемлестірілген игілігі ләжлар, яғни біздердің студент жастарымыздың тек қана саламат тұрмысын тәмелеп қоймай, олардың ауызбіршілігінде бекемлеуде жәрдем береді. Марафон davamında қатынасушылар саламат тұрмыс тәрізін тұрмыслық зәрүрлік һәм күнделікті әдетке айландыру зәрүрлігін әмели әрекетлер арқылы білдірді. Бұндай ләжлар жастарды саламат тұрмысқа шақырады. Оларда белсенділік һәм ынтакерлікті арттырады. Саламат тұрмыс үшін 10 мың қадам марафоны саламат жәмиетке қарай тасланған және бір ахметлі қадам болды.